естіп көріп отырғандар бөлісіп таратыңыздар. Фейсбуктың, ютубтың сілтемесін WhatsApp арқылы 60 апа 70 жезделеріңізге жіберіңіздер. Астында подписать етіп тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, бөлісіңіздер. Біздің айтарымыз осы. Енді осыншама жүйені біліп көріп отырған Ердоған неге ұйғырларды қолдаудан бас тартты? Және бұл Ердоған 2022 жылы қаңтарда орыстың әскері Тоқаевтың өтінішіменен ОДКБ орыстың әскері кіріп қазақты пулеметпен қырып тастаған кезде, қазақты орыстың әскері пулеметпен қырып тастаған кезде бұл Ердоған «Ей, Путин, стоп!» деп неге айтпады? Неге бұл қазаққа жаны ашып, қанды қасап қырғынға ұшырап отырған қазақтарға жаны ашитын бір жылы лебіз, бір ауыз сөзін айтпады? Демек, бұл арада бір нәрсені біз анық біліп алайық. Ердоған қазаққа да кардаш емес. Ұйғырға да кардаш емес, Қытайда қазаққа да кардаш емес, Қазақстанда қазаққа да кардаш емес. Ол Путинге кардаш болып отыр. Ол Тоқайға кардаш болып отыр. Әңгіме осында болып отыр. Қазақтар жақсы көреді біреуді, сыртынан албаты жақсы көре береді. Біздің қазақта сондай ауру бар. Албаты жақсы көре береді сыртынан. Неге? Ердоған жарнаманы қатырады. Ораза айын келгенде, міне ораза айы келе жатыр. Ердоғаның отырып алып, тура басқа тақияны киіп алып, Ердоғаның ана жас күнде медресе оққан қу қырағатты жібереді. Оның Құранды оқығаны біз сияқтана Құранды қазақша оқымайды. Біз ана атамыздан үйренген бойынша оның өзінде тентек сөз тыңдамай жаңағы. Өзіп жұлып, қашып жүріп медресені діни сауатты толық ашпағанбыз. Жаңа, кәмпит берсе Құран оқимыз, кәмпит бермесе ол заманда мәмпәзи дейді. Ол со кәмпит беріп жүріп әреңін жаттатқан ғой. Ердоғаның дұрыс оққан қырағатты жібереді. Құлқуалланы қайырып ұзағынан созып мақамменен оққанда діни фанаттар мүлгиді ғой шіркін. Бәтті дейді. Қазақтар бір нәрсені түсіну керек. Әсіре діни фанаттар бір нәрсені түсіну керек. Құранды қырағатымен жақсы оқыған адамның барлығы керемет тақуа деген сөз жоқ. Бұл бірінші. Сөз жоқ. Ол Құранды сондай жаттап, тақуалықпен сөйтіп, мүлгіп, қырағатын келтіріп, арабтың тілін, арабтың өзінен арман оқығанымен, оның басында 1 грамм саяси білім болмауы мүмкін. Оның жүрегінде 1 грамм иман болмауы мүмкін. Оны сен қайдан білесің? Құран оқыған керемет бейтіп, басын бейтіп тұрып, Құран оқыса, ұйып, оны сыртынан жақсы көру, ол сөздің шыны надандық. Етікші етігін тігу керек, бірақ ол жүрек жамай алмайды. Ол кардиолог емес, жүрекке операция жасай алмайды. Ол тек етікші ғана. Осыны қазақ білуі керек. 2 етікші отыр. Біреу Құранды керемет қырағатпен оқиды, екіншісі Құран оқымайды, 100 грамм ішеді. Енді сен етігіңді жаматпақшысың. Сен оның қайсысы Құранды жақсы оқиды екен деп, соған етігіңді жаматасың ба? Жоқ, қайсысы етікті жақсы тігеді екен деп, соған етігіңді жаматасың ба? Сенің жүрегіңе операция жасау керек. Мысалы, менің жүрегім операция жасады. Бір емес 2 жерінен операция жасады. Сонда мен Құранды жақсы оқыған кардиологқа барып жүрегімді жасатамын ба? Жоқ, ана бәленбай 1000 операция жасап түгенбай халықарада мойындалған кардиологқа барып жүрегімді жасатам ба? Жоқ, Құранды қырағатты жақсы оқығанда жасатам ба? Мәселе осында тұр. Саясатта да солай.
Міне ораза айы келе жатыр. Ердоған шешесінің аяғын жуады енді. Басқа кезде жумайды екен да ол кісі. Мына ораза айында барып шешесінің аяғын жуады екен. Ол кісі де жылына бір-ақ рет жуа ма білмеймін енді. Басқа кезде жуып жатыр ма көрмеймін, бірақ ораза айы келген кезде ол кісі шешесінің аяғын жуа қалады. Мына соңғы кезде қазақтарда да бір сұмдық адамның жүрегі айнитын бір не шықты. Барып шешесінің аяғын сүйеді. Ораза кезінде. Жұлдыздары бар, әншілер бар. Енді әнші деген өз негізінен 90% көк ми болады. Енді 10%-ында бір құдай бір ми беріп қойғандары болады. Енді 90% көк ми, көгала жынды болады. Солар сөйтіп шешелерінің аяғы. Бұл біреудің аяғын сүю деген үнді де қалған салт ол. Олар жоғарғы мәртебелі ақсүйектердің аяғын сүйген, оның ата-анасының аяғын сүйген. Ол біздің қазақта жоқ дәстүр. Қазақта жоқ нәрсе ол. Бұны қайдан алып келді? Қаңғыл істеп келген сол сарттың тұқымдары алып келді ма? Сығандардан келді ма бізге? Білмеймін. Соңғы кезде шешелерінің аяғын сүйетін, сөйтіп өздерінің бір тақуалығын көрсететін қазақтар пайда болды. Солардың руын тегін тектіңдір, арғатасы бір сол орта шығыстан ала дорбасын арқалап есегіне теріс мініп қаңғып келген сарттар болуы мүмкін солар. Дін таратуды сылтау қылып қазақ даласына кеп, қараса аңқау қазақ, жуас қазақ. Міне, енді қараңдар, Ердоған түріктің қалқын өзінің сол медресе оққанда алған діни білімімен үйтіп отыр. Бірақ Ердоған сыртқы саясатта түрік қалқын үлкен апатқа ұшырататын үлкен тарихи қателік жасап жатыр. Түркияның 13 ірі компаниясының Ресейге 18 миллион 500 мың доллар тұратын Еуропа, Америка санкция салған тауарларды Ресейге жіберуі бұл үлкен геосаяси қателік. Бұның зардабын Ердоған тартпауы мүмкін. Бұның зардабын қарапайым түрік халқы тартады. Тіпті мына мемлекетті осы орайдан пайдаланып, осы Түркияға көзінің суғын қадап жүрген Түркияның жаулары мына мемлекетті ойрандау үшін бұны пайдалану мүмкін. Қандай адам мынау әлемге атом соғысын ашуды ашық үгіттеп насихаттап отырған Путинді қолдайды. Бұл екінші дүниежүзілік соғыста Гитлерді қолдағанмен бірдей. Бұл Путин деген путлер, Ши Цзиньпин деген шетлер, Тоқаев деген тоқлер. Бұлардың барлығы фашист. Путиннің саясаты Совет одағын қалпына келтіру. Ол не нәрсеге өкінесіз дегенде Совет одағының құлауы біздің ғасырымыздағы үлкен катастроф деген. Үлкен тарихи қайғылы оқиға деген. Тып-тыныш бейбіт жатқан Украинаға соғыс ашу. Украин деген халық жоқ. Украин мен орыс бір халық дейді. Бұдан өткен зұлымдық бар ма?